Аңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын сүзбелі пирог рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы пайызы 60%-дан жоғары сары майымызды алып, үстіне ұнды електен өткізіп салатын боламыз. Ұнды електен өткізіп салған соң қопсытқыш салатын боламыз. Қопсытқыш және ваниль қантын саламыз. Және татымына қарай кішкене шым-шым тұз қосып, қолымызбен жақсылап езіп аламыз. Енді қант және жұмыртқаның 2 сарысын қосатын боламыз. Енді қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Дүкеннің қаймағын алып, осы массамызға салып, қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамыр жұмсақтау болуы мүмкін, оны ұнның көмегімен жақсылап азғанда мөлшерде қосып қамыр илейміз. Сонымен қатар менің осы видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Каналымның алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің каналымда тағы да басқа да рецептің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы видеолармен бөлісетін боламын. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, біреуін тоңазытқышта, біреуін мұздатқышта жарты сағатқа қалдырамыз. Енді ішіндегі салмасына кірісетін боламыз. Сүзбеге қант, жұмыртқа, ванильді ұнтақты салып, жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер жоқ болса, шанышқының көмегімен езсеңіздер болады. Барлығын осылайынан езіп алдық. Енді бір шетке алып қоямыз. Енді жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, кез келген формаға қамырымызды жайғастыратын боламыз. Видеодағыдай қолымыздың көмегімен жаямыз. Барлығын видеодағыдай жайып алдық. Енді салмамызды осы қамырдың бетіне жайғастыратын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Үй жағдайында жасап көріңіз. Осылайынан жайғастырып алдық. Енді жұмыртқаның ағын алып, шым-шым тұз қосамыз. Және миксердің көмегімен көтерілгенше қант қоса отырып, миксерлеп аламыз. Тура осы рецептпен жасасаңыз, өте дәмді болып шығады. Бір-екі минут көлемінде осылайынан миксерлесеңіздер, түсі аппақ болып шығады осы видеодағыдай. Енді осы начинкамыздың, пирогымыздың
бетіне жағатын боламыз. Осылайынан жағып алдық. Енді мұздатқыштағы қамырымызды алып, бетіне үккіштің көмегімен осылайынан видеодағыдай өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап өткізіп алдық. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын,